Құрметті елордалықтар, баршаларыңызды алдағы келе жатқан 16 желтоқсан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекетіміз қалай өсіп өркендесе, 30 жылдықта біздің білім саласында өсіп өркендеді. Білім саласында жеткен жетістіктеріміз өте көп. Мысалға, орта білімді алатын болсақ, елордамыздың командасы соңғы жылдары командалық есепте халықаралық олимпиадаларда бірінші орыннан биік тұғырдан түспей келе жатыр. Кәсіп техникалық білім саласын алып қарасақ, әу баста егемендік алғанда бар болғаны 11 кәсіп техникалық білім беру саласы болса, қазір олардың саны 35-ке жетті. Олардың тек саны ғана артып қойған жоқ, олар сапалық жағынан да өте жоғары деңгейге көтеріліп жатыр. Осының барлығы да осы біздің егемендіктің арқасы. Құрметті ұстаздар, құрметті студенттер, елордалықтар, баршаңызды тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі, халқымыздың арасында бірлік пен тірлік кетпесін, еліміз мәңгілік болсын деп тілек айтқым келеді.